Баршаңызға сәлем. Бүгін біз бірге машина торт жасайтын боламыз. Олай болса кеттік. Тортымыздың ішін молочная девочка қылып жасайтын боламыз. Енді бізге ең алдымен бөлме температурасындағы жұмыртқа және сары май қажет. Кейін оның үстіне сгущенкамызды құямыз. Мен машина тортымның үлкендеу болып шығу үшін 2 есе қылып жасап жатырмын. 2 есе қоспалар қостым, яғни. Енді осы сгущенкаларымызды жақсылап араластырып аламыз. Массамыз біркелкі болғанша ұзағырақ араластырғандарыңыз дұрыс. Кейін араластырып болғаннан кейін ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш саламыз. Кейін бір-бірімен араластырып жіберіп, массамызға 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Достар, егер менің рецепттерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Біздің тестамыз дайын болды. Осы видеода көрсетілгендей, сұйық қоймалы жүн масса шығу керек. Және де достар, пергамент қағаздың поклан деген қолданыңыздар, өйткені оның качествосы жақсы болады. Әрі молочная девочканың корждары ешқандай жабыспай, жақсы жеңіл алынатын болады. Корждарымызды домалақ етіп, пергамент қағазымызға жақсылап орналастырып шығамыз. Кейін 200 градуста қызып тұрған пешімізге 5 немесе 7 минутқа беті сәл қызарғанша корждарымызды пісіріп аламыз. Кейін корждарымызды суытып қойып қоямыз. Енді кремімізді жасаймыз. Ол үшін ең алдымен салқын холодильникте тұрған сливки болуы қажет. Сливкимізді құрғақ ыдысымызға құйып аламыз. Сливкимізді жақсылап миксерлеп аламыз. Кейін оның үстіне творожный сырымызды қосамыз. Енді осыны біздің креміміз қою болғанша жақсылап миксерлейміз. Біздің кремімізді ыдысты төмен қарай төңкерген кезде түспеу керек. Сол кезде крем дайын деген сөз. Енді суыған корждарымыздың арасына кремдерімізді жағып шығамыз. Мен корждарымыздың жаны тегіс болып шығу үшін кальцоны қолдандым. Сіздер қолданбай жасай берсеңіздер де болады. Барлығын тегіс етіп жағып шығамыз. Достар, менің каналымда торттан бөлек тағы да жеңіл үйдегі қолжетімді заттардан жасалатын пирогтардың да рецепттері бар. Ұнап жатса бағалап кетіңіздер, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Кремімізді толық жағып шықтық. Енді кальцомызды мұқият ала берсек болады. Енді машинаның формасын жасаймыз. Ол үшін торттың жанын абайлап пышақпен кесіп шығамыз. Бұл жерде бір ескеретін жағдай, тортымыздың екі жанын кескен кезде екі жағы да бірдей болу керек. Өйткені біз сол жанын машинаның үстіне қоямыз. Сол кезде бір жағы кішкентай болып қалса, ол крем жаққанда да өздеріңізге ыңғайсыз болады. Менде сол бір жағы сәл-сәл кішкентай болып қалды, бірақ екеуін біріктіріп амалдап қойдым. Енді тортымыздың жан жағына жұқа-жұқа етіп, бір-бір крем жағып шығамыз. Тортымыздың жан жағына бір-бір кремімізді жағып шықтық. Енді видеода көрсетілгендей насадканың көмегімен формалап қойып шығамыз тортымыздың жан жағына. Менде үйде жасыл бояу бар екен, сол себепті машинамның түсін жасыл қылып жасадым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі краска цветтерді қоса берсеңіздер болады. Тура видеода көрсетілгендей машинамызды сәндеп шығамыз. Барлығы видеода анық көрсетілген, асықпай қарап жасасаңыздар болады. Негізі осы машина торты мен сіздерге ең жеңіл түрін көрсеттім. Басқа да жолдармен жасауға болады. Оны алдағы уақытта көрсететін болам. Кейін машинамыздың есігін, терезелерін жасау үшін шоколадтың көмегіне жүгінеміз. Немесе қара бояу қосып креммен жасасаңыздар да болады. Бірақ бұл жерде шоколадпен сәл әдемірек шығады. Енді машинамыздың дөңгелегін жасаймыз. Дөңгелегін жасау үшін мен Орео печеньесін қолдандым. Және машинаның көзін жасау үшін де мен Орео печеньесін қолдандым, достар. Үйлеріңізде домалақ кішкентай форма болатын болса, печеньенің үстінен басып, домалақ етіп алсаңыздар болады. Осы тортты жасап, балаларыңызды қуантыңыздар. Баршаңызға ас болсын.